Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы таң. Кеше түнде біз тауық алып келдік. Әтеш жоқ, бірақ так міне мынау қаздар. Қаздың бәрі бір қалыпты. Өте өсіп қалғанда кішкене. Так, мінекей біздің балапандар. Мына балапан деп тауықтар. Тамасіне бір жыл бейінді болған тауықтар. Жабайы тауықтар десек те болады. Мінекей. Осы 7 тауық алып келдік. Енді осыған бір мықты әтеш қарап жүрмін. Ол екісін бір-екеуін қарап қойғам. Сіздер де жіберіңіздер. Мықты әтештеріңіз болса. Bir Тайпақ қаласында, Оралда Тайпақ қаласында бір Адилер әтеші бар деп жатыр. Адамға қарайды деген. Сол бауырымызбен де сөйлесіп қарайын, қалай болады екен деп. Осы мінекей достар. Тек абзағын әлі ашқан жоқ, мана шығардым кішкене бер қаратай. Жүйім жесін, кішкене үйренсін деп. Қаздармен де үйренсін деп. Просто ертең алар қаздарды тапап ұстамау керек қой. Қаздарға тиіспеу керек, сол себепті үйретіп қойдым. Мыналарды енді бір 2 айдан кейін бұлар уже өзіне жақындатпайды. Так, бір аптадан кеткен балапандар мыналар енді. Анам орыс маған өтірік айтқан ғой, короче. Бір аптадан кетті мына балапандарға. Ала берсе 2 апта болады. Өте жақсы өсіп қалып жатыр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бір айда енді нәм болады. Бұларға әлі кебекті алып келе алмай жатырмын. Сол себепті бұларға қазір ростып беріп жатырмын. Тауыққа үйдің жемін беріп жатырмын. Өткенде араластырған. Короче, осы. Енді мына ішінде де жемді кішкене реттеу керек еді. Комбикормдар бәрі астында. Комбикормында тұр. Бәрі реттеп тауықтың жемін бөліп, несін бөліп бәрін қою керек. Міне тауықтарыма баға беріп кетіңіздер, қандай шамалы ма, жақсы ма, өздеріңіз бір бағасын беріп кетіңіздер. Бұл тауықтар сосын басатын тауықтар, өздеріңіз білесіздер. Енді тауық сатылмайды. Бірден айтып қойын, тауық сатасыз ба деп сұрап жүрмеңіздер, тауықтар сатылмайды. Бұл тауықтардың басын енді көбейтуім керек.